Қарағандыға 114 километр қалған екен, міне. Жол жүріп шықтық бүгін 8-ші тамыз 2026 жыл. Қарағанды облысына жүріп баратырмыз. Амаке, біз жоспарымызды айтып жіберсеңіз, баратқан жер. Қарағанды облысы Шет ауданы Нұраталды деген жерде, мынау енді Құдайдың құдіретімен өткенде іздеп табылған екі әлемдік қақпасы орналасқан. Оны Көктерек деп айтады. Сол Көктерекке қақпаға кетіп баратырмыз, порталға. Жаңағы іс-сапармен осында көп азаматтар, азаматшалар бар арамызда. Сәтін салса сол жерде біраз әңгіме болар. 3 машина болып баратырмыз. 3 көлікпен кетіп бара жатырмыз. Бұл жер қашан табылды? Не жер ол? Ол бір 2 ай болған шығар табылғанына. Енді ол жер бізге ақпарат осыдан 6 жыл бұрын түскен екен. Мен ана ілім дәптеріне жазып қойғам, аты да түскен Қарақыр деп. Енді ол жерде қазіргі атауы Қаражартас. Ал енді Қарақыр ол көне атауы болса керек. Өйткені ол жерде біз жартасты көре алмадық, қырлы көрінеді. Енді жер су атаулары уақыт өткен сайын ауысып отырады ғой. Бұл енді бұл екі әлемдік қақпасының 16 мың жылдық тарихы бар. Бұндай енді Қарақыр сияқты екі әлемдік қақпасы порталдар қазақ жерінде өте көп. Біз соны енді басына барып, соны қадір қасиетін білу үшін, соны түсіну үшін кетіп бара жатырмыз сапармен. Енді сапарым сәтті болсын енді. Әмін. Қазақстан бойынша осында порталдар, қанша портал бар? Қанша ашылды? Ой, ірі порталдар, қақпалар 26. Соның 9-ы ашылды ірі порталдарда. Енді одан кішігірім порталдар бар жаңағы қақпалар. Олардың күш қуаты әртүрлі болады. Және де өлшемі, шеңбері де әртүрлі болады. 300 метр, 3 километрге шейін, 10 километр, 8 метр, 1 метр деген сияқты. Бұл енді жаңа дүние шығып жатқан. Біз енді бұны танысып жатырмыз, не екенін біліп жатырмыз. Әлі толық ашылмай жатырмыз ба? Толық ашылмай жатыр. Құпия сырлар көп бұның. Жалпы бұндай жер дүние жүзінде тек Қазақстанда ғана емес шығар? Жоқ, барлық жерде бар. Домалақ жердің бәрінде бар. Онсыз ол жер болмайтын шығар деп ойлаймын. Өйткені бізге көрінбейтін күштер, жаңағы энергетикалық күштер өте көп. Қуат күштер. Біз оны сезінбейміз. Бірақ жұмыс істеп тұр олар. Міне соны біз шетінен көріп, шамамызды келгенше зерттеп, зерделеп жүрген жайымыз бар еді. Бір жақсылық болсын, береке болсын, көрейік. Сондай сізге ақпарат келіп тұра ма? Иә. Ғарыш кітапханадан? Иә. Оны енді қазақтар ғайып кітапханасы дейді. Мұсылманша лаухул махфуз дейді. Вселенная библиотека дейді. Аты көп оның. Енді біздер қазақтар тағдыр тақтасы дейді. Көп енді аттар. Әр жерде, әр ұлтта атаулары әртүрлі. Ал енді ондай жерлер адамға не береді? Көп өзгеріс болады. Адамның ең бірінші рухани тазаруына, жан дүниесінің, жүрегінің, көңіл күйінің қалпына келуіне, соңғы мынау жүйке аурулары, барлық ауруларға ем. Барлық ауруларға. Енді жалпы мына өмірде деген әртүрлі идеология болды. Қазақта әсіресе ана жеде санасына, миына қоқыстар толып қалды ғой. Иә. Жеде санасын ашама сонда? Барлығын тазартады. Рухани тазалық деп отырмын ғой, адамның миы. Мидағы артық ақпараттар, керек жоқ ақпараттар бәрін тазалайды. Рухани тазалағанда адам жаңадан туғандай болады. Енді ол бір бара салғаннан болмауы мүмкін. Бірнеше рет барады. Бұрынғы аталарымыз ондайдың басында апталап, айлап, жылдап жатқан. Күнде кірмейді, уақыты бар. 2 сағат, 1 сағат, жарты сағат кіріп шығып, сондай жерді білген, және белгілеп қойған шеңберді. Енді адамдар, жануарлар ондай жерді сезе ме? Сезеді. Қыстың күні сол жерге барып, ондай жерге қар қатпайды, шеңбердің ішінде. Қар қатпайды, қар жаумайды, тұрмайды. Ол жер жылы болады, бір ерекше жылы.
соған жабайы жануарлар жатады. Ондай жерлер көп. Жалпы Астанаға ең жақын портал деп отырғанымыз жеріміз осы жақын осы ма? Иә, осы Нұраталдыда. Оның бұрынғы енді атаулар Көктөрік деп атайды екен. Ол негізі көне тарихи атау Қарақыр деп аталады. Сол сәті салса, қазір Қарақырға кетіп бара жатырмыз. Барайық, көрейік деген сияқты. Бірнеше адамдармен, ғалымдар бар оның ішінде. Әркімнің өз басынан өтеді, сезінеді. Адам бір нәрсе өз бойынан өткізбей, өз көріп қолмен ұстамай, дәмін сезбей, адам мойындамайды ғой. Мынау да сол сияқты. Енді бұл жерде кейбіреулерде әсер етуі мүмкін, кейбіреуге әсер етпеуі мүмкін. Өйткені мына сезімталдығы 6-шы сезім дейді ғой, ашылған адамдар бірден сезеді. Қасиеті бар адамдар бірден сезіледі. Ал енді жабық адамдар, жүрек көзі, көкірек көзі жабық адамдар сезу қиын болады. Бірақ ондай кісілерге де мүмкіндік бар. Бірнеше рет бару керек. Рухани тазаранып отырса, ол да сезеді, көреді, ашыла бастайды. Жалпы Қазақстан бойынша енді көбінесе зираттайды, әулиенің басына барып зираттайды. Енді мына әулиенің басы емес қой, бұл деген бұған да не зираттап бару керек па сонда? Иә, зираттап баруға болады. Бірақ тәртібі бар. Оны білетін мамандармен бару керек. Әйтпесе кейде мына энергия қашытқан мен энергия ғой. Адамның жүрегіне, миына әсер етіп жағдайлар болған. Есіне танып қалу, бас айлану, құсу, жүрек айну деген сияқты белгілер беріледі. Ана қан қысымы көтеріліп кетеді, немесе түсіп кетеді деген сияқты. Қашетқанмен бұл энергия, бұл қуат. Оның тәртібі бар. Маманмен бару керек. Білетіндер. Иә. Киім қалай, киім? Әулиенің басына барғанда деген дәреті болу керек деген сияқты, басы жабық болу керек деген сияқты әңгімелер болады. Бұл жерде ондай емес. Бұлған қалай барсаң, сен өйткені энергия тазалайды ғой сені. Сен негізі дәретпен барған дұрыс, таза барған дұрыс. Ана бой дәрет дейді ғой. Енді ол киім, қандай киім кигенің ол байланысты емес. Ал Маге, мына порталды қалай таптың осыны айтып берсеңіз? Енді ақпарат бойынша бардық қой. Ақпарат бойынша барып тауып алдық. Себепші адамдар арқылы табылды. Біз бардық енді ол ұзақ әңгіме айтатын болсақ. Енді міне 3-ші рет келе жатырмын мен енді. 3-ші рет, жалпы сәтін салса оңай табылады, Иә. Беріп тұрса. Ол ниеттес адамдар түзу болса. Кейде болады, бір қырсық адамдар, жол болмайтын. Онда адасасың, шаршайсың ол кезде. Адам шаршап болады. Енді артық жүресің ғой. Бұл жердегі ең бастысы ниеттес адам тез оңай болады. Өйткені оның ниеті көңілі соған ауып отыр. Дұрыс. Мен де тапсам, мен көрсем деп отыр. Білмеймін енді бір себептермен тез табылады. Күшейеді ғой. Тілек күшейеді ғой. Күшейеді, ондай да бар. Бабамызға және төңірегінде жатқан барлық аруақтарға тие берсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ауз биллахи минаш-шайтанир-ражим. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир-рахим. Малик яумиддин. Ияка нағбуду, ияка настағин. Ихдина сиратал мустақим. Сиратал лаззина анғамта ғалейхим. Ғайрыл мағдуби ғалейхим уладдаллин. Қул хуаллаху ахада. Аллаху самада. Лам ялид ва лам юлада. Ва лам якун лаху куфуан ахада. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам рухына бағыштадық. 124 мың сахабалардың рухына бағыштадық, әулиеміздердің рухына бағыштадық. Барлық ата-бабаларымыз рухына бағыштадық. Алла тағала осы жерде себепкер болып отырған Сенкібай би бабамыз рухына. Және осы төңіректе жатқан басқа да белгісіз аруақтардың рух шарифтеріне бағыштадық. Жатқан жерлері жарық топырақтар, торқа имандар саламат болсын. Жаратқан иеміз алдынан жарылқасын аруақтар. Осында келіп отырған пенделердің де марқұм болған жеті
туған туыстарым шәріптеріне бағыштадық. Оларды жатқан жерлер жарық болсын, топырақтар торқа бассын. Жаратқан ием, осы Құран кәрімнен болған сауапты осы бағыштаған аталарымызға тие берсін. Әрбір осы айтылған дұғаларымызды қабыл етсін. Батыр баба, би баба, мына өзіңнің рұқсатыңмен, қалауыңмен осы киелі жерге келіп жатырмыз. Осы дұға тілегімізді қабыл ет, жарылқауды қабыл етіңіз. Su таза екен Болды. Бұл жер не дейсіз? Анау жер ин дейді. Ин деген анау жер. Қайсы мына төбешік па? Иә. Сол түсіріп алыңдар. Көрінеді өзі. Талдар деген бір ерекше талдар екен, түбінде деген тастар жатыр екен. Жан-жағында ештеңе тал жоқ. Мынандай тал емес, мынау басқарақ ағаш. Ана талдар ана тоғайдан өтті ғой, ол тал. Мынау басқа ағаш. Көрдіңіз бе? Бұл сырттан әкелген ағаш. Жәке, былайырақ бар, ерінбесең ананы түсіріп алшы. Бәрін барамыз. Шеңге. Бұл не белгі берілді? Инь-янь, это получается как, не, по-моему, что-то вечное. Соның белгісі да мынау. Мына жегі толып тұр. Инь-янь, японецтарда обычно, оларда қара дөңгелек, и получается, ішінде получается как это, как эмбрион сияқты, ақ и қарасы. Жартысы қара, жартысы не? Сондай болып тұрған мұны. Сондай бір белгі болып тұрған мұны. Аха. Толық енді. Жасауға бола ма дейін? Қайдан білейін? Біздің ата-бабаларымыз осында бір рәсім жасаған ғой енді. Иә. Тастарымыз жерде бір ерекше тастар екен. Сол мына тас. Мынаған қарағанда вообще басқа тас. Мынау да басқа тас мына. Мен тасты ажырата алмаймын, бірақ көзбен қарағанда бір-бірінен әртүрлі тастар. Жақындай, маған көрсетті. Ананың арқасында 3 тамыры байланып тұр дейді. Сол шеш дейді. Содан мен басып қалуым мүмкін, ұстауым мүмкін, ұруым мүмкін бүйтіп. Ондайда қорықпаңыздар. Мен жақындап отырамын. Саған жақынданым, анаған жақынданым деп айтып отырамын. Бірінші жолы ішпен жатамыз. Бұлай екі аяқ созып, аяқтың арасы 30-40 сантиметр ашық, екі алақан жерге тиеді. Мына келсе маңдай жерге тигізіңдер, бірдеңе қылып бұлай. Содан кіндік арқылы кетеді бойларыңыздағы жамандықтар. Яғни энергетикалық қарғыс, барғыс, тіл көз бәрін жер ана өзі қабылдап алады. Сөйтіп отырып, кіндік айланады, бұрайды, не болса бүлкілдейді. Іші бұрай ма? Иә, кіндік жақ. Содан алақан кейбіреулерден искра шығады. Жерге чартылдап құлақтарыңызға естіледі. Ал кейбіреулерінде жағы
алақан ұрады, пульс жүріп етеді, бүлкілдей. Маңдайдан сондай болуы мүмкін. Сөйтіп жатып, неше түрлі болуы мүмкін. Қорықпаңыздар одан. Екінші барып шалқадан жатамыз, тура сол жерде. Сол кезде жаңағыдай құбылыстар болады, и световой гамма деген болады, орысша айтқанда. Көз алдарыңызға неше түрлі светтер елестейді. Қызыл, жасыл, көк, қара деген сияқты. Қорықпаңыздар. Ол кезде энергия алмасып жатыр деген сөз. Бойларыңыздан жамандықтар кетіп, жақсы энергия келіп жатыр деген сөз. Содан кейін қазір кіреберісте, шеңбердің алдында кіреберісте бір не көрсетем. Алақан созып, алақан арасында не пайда болады? Иә, энергия пайда болады. Сол адамның денесі күш қуатына қарай, аурасына қарай энергия келеді бір-бір екі алақан. Сол кезде қатып қаласыздар. Міне осы ғана тәжірибе. Содан кейін бір-бірімен сөйлесу жоқ. Кейін біткеннен кейін кім не көрді, осы көлеңкеге отырып, шайды ішіп отырып әңгімесін айтады. Жаңағы көбінесе мына жүрегі ашылған адамдарға жүректен береді. Өйткені жүрек қабылдайды. Мынау компьютер, мынау антенна. Жүрек арқылы істейді. Бірдеңе біз жүрекпен сеземіз ғой, жүрегім сезбейді деп. Сол сияқты сезім талшықтар болады. Егер жүрек көздері ашылмай жүрмесе, кейбір көздері ашылып кетеді. Бойларында қасиеттер ашылып кетуі мүмкін. Осының алдында келгенде жаңағы кімнің телепатиялық қабілеті бір секундтар ашылды. Қайдардың. Ол дегенің бәленбай миллион кило Африкадағы әңгімені естіп отырасыздар. Ол телепатиялық қасиет деген ол әркімге беріле бермейді. Бірақ сол кезде кім қиналды? Терлік бет сонда қиналды. Маған жер ұршық жаса деді. Жоғары жақтан келді ғой. Ана бойындағы артық нәрселермен мен жер ұршық жасадым. Тамырдан дем салдым деген сияқты. Сөйтіп отырып, артық нәрсені алып тастауға болады. Қиналсаңыздар айтыңыздар. Жүректеріңіз қысылса, бас айланса, тағы да айтыңыздар. Онда мен тұрғызып жіберемін. Дем салам. Басатын төшкілер бар. Жүректің көзі ашылғандан жүрегінен басып арамыз, тоқтатамыз. Кейде мынандай жағдай болады. Басынан өтті. Екі келіншек бақсылар кіріп кетті порталға. Ана көзді көрінеді ғой. Ана қызықтап кіріп кетті де рух денеден шығып кетті. Денеді өздері төбеден өздері көрген олар. Мен сондай кезде қайтарып алуға келеді. Бұндай жерге маманмен бармаса, көбісі жаңағы өліп қалуы да мүмкін. Бұны мен басынан өтті 15-20 жылдан бері. Әркім біркелей беруге болмайды мамансыз. Иә, мамансыз болмайды. Егер өзіңе сенімді болса, қасиетің ашылған болса, жоғары жақтың лаухул махфузбен байланысыңыз болса, әруақтармен байланысыңыз болса, онда келуге болады. Өйткені өзіңіз бақылай аласыз. Ал білмейтіндер түк өмірде ешқандай ештеңе білмейтіндер де кіріп кетуі мүмкін. Жүректі ашып жіберсе бірден. Бұл енді біздің басымыздан өткен талай әңгіме. Бұл бәленбай 1000 жылдан бері жатқан аталарымыздың жүрген жолдары. Мына жердің тарихы 16 000 жылдық тарих. Мен басында Қайрат Зарыпхан, басқа ғалымдар айтқанда маған күлетін. 17 000, 24 000, 80 000 жыл деген маған айтады, сен жындысың ба дейді. Ал енді соның деректер шығады. Махабхаратадан, Қытайдан, Америка, жан жақтан шығады. Жазбалар бар. Сол мен расталып жатыр. Деректер көздері табылып жатыр. Енді сіздер бірінші рет келіп жатқандардың барлықтарыңыз енді мына өте киелі жерге келіп отырсыздар. Бұл жердің айналасында баяғыда аталарымыз қоныстанып отырған әулие әмбиелер дүниеге трансқа кіретін жер. Қазақтар оны шалқу дейді. Бақсылар бұндай жерге келмейді. Бақсылар төбеде. Олар әруақтармен байланысады бақсылар. Ал енді әулие әмбиелер ашылғандар бар. Оның ішінде ең үлкен құтып дейді. Осындай жерлерге келеді. Бұл жерде не алады? Ілім алынады. Ілім не? Ол рухани ілім бар. Ілімнің түрі көп. Сол ілімді алған адам, біздің бабаларымыз өте ілімді болған, руханияты өте дамыған адамдар болған. Сон жан жақтан келіп, біздің өмірді соғыспаған неміз жоқ, түгел соғысып жүрдік. Біз ажырап қалдық, руханияттан ажырадық, қол үздік. Біз соны ана кім не айтса соған сеніп қалдық. Кім не жазып береді, біз соны оқимыз да ойбай сондай деп қалдық. Бірақ олай емес. Тарихты осы жерден алуға болады. Тарихшылар. Шежірешілер осы жерден алуға болады. Портал арқылы информациялар алуға болады ғой. Болады. Ол жерде міне ғалымдар физикаға керек па, химия, бәрі осында бар. Күлі тіршілікке керек 18 000 ғалам дейді, олай емес. 208 000 ғаламның байланысатын жерлері. Осы жерлерден арғы әлемге өтіп кетуге болады, басқа порталға. Ол ашылады.
Мысалы мына шеңберлер көріп жатсыздар, Дәндібай шеңбері дейді бұл жақта. Ал енді сол порталдардың көбісі шеңбер. Және кейбіреуінің ішінде спираль болады. Осы алдың күні ғана алдым сондай ақпарат. Қарасаң Секе былай екен. Яғы мықты қасиет ашылған адамды көреді ғой аспандағы. Шеңбер. Ар жағын порталды көреді. Соны жерге салып қояды екен. Аспаннан көргенін жерге салады. Иә, жерге салады. Ана түсіп тұр ғой нұр. Әппақ столбы, қып-қызыл болып түсіп. Сол жерге салады екен, шеңберін белгілеп қояды. Эпицентр деуші еді ғой. Иә, сол эпицентр. Проекциясын салып қояды. Иә, енді қараңыз. Сол жерде энергия айланып тұрады. Иірім қазақша. Воронка. Сол иірімді қазақтар қалай істеген? Ана иірім ішіне салған бейді. Таспен қалап. Кәдімгі жол сияқты. Көрді ана видео. Сол сияқты мынау сондай жер. Бұның енді энергиясының күштілігі сондай. Көрдіңіз бе, қандай жер қоршап қойған. Бұл жерде көп жүруге де болмайды. Ары кетсе жарты сағат шығып кету керек. Ал енді алдық заттарымызды алайық, шығайық, барайық. Давайте. Алдыға бір 3 қадам атташ. Аха. Кереке 2 қадам жетеді. Екі қолды былай жібереміз. Содан кейін барып мен жақындат дегенде жақындатасыңдар. Содан кейін ұста деймін, ұстайсыңдар. Оңға дегенде оңға бұрыласыңдар, солға дегенде солға бұрыласыңдар. Сол кім қалай сезімталдығы болады, соның аурасы. Мына шашып тұрған энергиялар, күш қуаттар. Мында жақында. Айболат бір қызық, өзінің бір ерекше қасиеті бар. Осыдан бір ай бұрын осында келген кезінде шыққаннан кейін Мұратбек Асанұлы Бедеген не көрдің деймін ғой, не айтасың деп, сонда білмеймін, 618 тұр дейді. Сосын енді сұрайды ғой, Бедеген не болды? Мен енді оны айта алмадым, бірақ мына табиғатта өзінің бір ерекше сондай бір пропорциялық математика қатынастары бар. Қазақша мына алтын не дейді? Қима. Алтын қима. Сол 1,618 бар. 1,618 саны. Енді бір Фибоначчи саны осыған қатысы бар ма жоқ па, оны айта алмаймыз. Бірақ сол көктен алған ақпарат сол енді. Сол бір өзгеше айтайын деген осы жерге. Ол қай жерден былай бұрылып радиосы кішірей береді ғой. Мына құлақ күндесі, недегі жатырдағы адам баласының туып өскені сондай бір ерекше бір сан қасиеті бар да. Сол осы жерден Мұратбек Асанұлы сондай ақпарат айтып отыр. Бүгін не сезіңіз? Енді мына бұл мына қуаттың несі ғой енді жер, ана іштегі керекті нәрсе бар, іштегі керек емес сондай бір қуат. Біреуін беріп, біреуін алады деген сияқты кілең мына толтырып отыратын енея қуаты бар. Яғни тастардан келген кезде де ерекше осы жердегі бір шақырым былай нелерін естігенбіз. Мына шегірткенің дауыстарында өте бір қызық нәрсе әрине.
Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Менің атым Хайдар. Фамилиям Мол. Жалпы сіз ғылыммен айналысасыз ба? Инженер болдым. Сол осында келіп бәріміз бірге осында екі өзіміз осы жердегі жаңа әсерімізді алғанымызды соны энергиясын алып сондай мақсатпен келгенбіз. Жер. Таңғалатын жағдай Совет үкіметі уақытында қалай бұл тастарды? Енді құдірет сақтайын десе бәрін сақтай береді. Кез келген нәрседен сақтап қалады ол керек болса. Біреу ойлап қалуы мүмкін, осы жаңалықта біреулер жасаған ғой деп. Жоқ, мынау кім? Бірақ Жындыма мынау үй сала алмай жүрген адамдар бұны Иә. ақша шығын қылып істейді. Иә. Мынаны тасудың өзі қандай? Міне тағы мынандай. Сосын тастардың өздері де әртүрлі деймін. Әртүрлі енді ана жақта ана таулардан сасқан шығар. Мынау да міне жаңа Міне төрт. мынандай қылып қойған. Мыналардың астына серт. Қалай қойған десек. Соны айтам. Айдаладан тасыған ол көп қауым жұмыс істеген мына. Енді жаңағы қасиетті жер болса, енді мысалы мазар тұрғызсаң бүкіл жабылмай ма? Бәленбай бюджеттен ақша бөлінеді. Сол сияқты нәрсе бар. Міне мына жерде бірдеңе болған, мына жерде мынандай болып төрт бұрыш болып қалған көмілген. Бұның бәрін зерттеу керек қой. Енді зерттеп тапқандары әзірге сол нұртты қорымдады, болды басқа. Не екенін өздері білмейді әлі. Өйткені оған білім жоқ. Әлі тарихи жағынан мына ағылшындардағы нелер бар ғой, сол сияқты әлі шешілмеген жұмбақтар бар. Англияда бар емес анау. Мынау мына жерге келіп тоқтайды. Міне қардың ба? Мына қара. 1 метр табаны бар. Ал. Сосын келеді мынау дөңгелек. Мынау ертелікте меніңше ана біздің киіз үй сияқты болған сияқты. Иә, дөңгелек. Иә, үлкен кәдімгі. Көрдің ба? Мынау тек қазіргі қалпы ғана. Ал кеттік. Енді Мына жақ бос. енді бері қарап қараңдар енді. Аха. Мына қара. Ана көктерек. Иә. Көктеректен осы жерге дейін шамамен бір 300 метрдей болады. Иә. Бұл ұзындығы. Иә. Енінің диаметрі шамамен 200 метрдей болады. Аха. Бұл сопақ. Иә. Енді мына екі аузының арасы бір 80-90 метрдей. Ана жерге дейін. Көрдің бе? Бұл жақ үлкен, ана жақ кішкентай. Бірақ бұлай қарасаң, мынау шығыс осы ма? Шығысқа былай ғой, иә. Шығыс. Қарап тұр, Шығысқа қарап тұр, иә. Мына жақ батыс енді. Иә. Мына екінші жағы. Нүкте ретінде салынған да. Дронмен түсіру керек едісін. Түсіретін адам жоқ қой. Дрон түсірмей. Әлі өмір болсын еді көріп. Екеуінен жақсап үйренейік. Кімнен? Екеуміз бірдеңені үйренейік. Үйренейік. Сосын ана майкының басына барғандай жақсап. Нағыз дронмен түсіретін жер екен. Қарасаң анау. Бірақ өткенде анау Мұратбек